Қайырлы күн, оқушылар. Әдеттегідей қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қуыршақ театры. Оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасы мен экспрессивті, эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Әрине, біз бұл мақсатта балалар бұрын жұмыстанып жүрміз, сондықтан да сіздерге бүгінгі жұмыстарымыз қиындық келтіреді деп ойламаймын. Балалар, мына суреттерге назар аударып қараңыздаршы. Не көріп тұрсыздар? Қандай ой түйесіздер? 3-4 сөйлеммен ойларыңызды түйіндесеңіздер. Әрине, қуыршақ театры. Қуыршақ театры 1935 жылы құрылған. 3 жылдан соң республикалық қуыршақ театры деп аталды. Театрдың құрылуы Сейфолла Телғараев пен Олег Гасюк есімдерімен тығыз байланысты. Мұндағы алғашқы қойылымдардың музыкасымен атақты композиторлар Борис Ерзакович пен Латиф Хамиди айналысқан. Ұлы Отан соғысы жылдары театр әртістері майдан шебін аралап, концерттік бригада құрамында болған. Енді осы оқу мақсаты туралы өзіміздің білімдерімізді есіңдеме әдісі арқылы бір жаңғыртып көрейік. Бірінші сұрақ: эмоционалды экспрессивті сөздер қандай сөздер? Екінші сұрақ: ойды жеткізуде қандай қызмет атқарады? Бәрекелді. Қандай керемет. Естеріңізде тұрғанына өте қуаныштымын, балалар. Адамның түрлі көңіл күйін, ішкі сезімін білдіретін, адамның бойындағы жағымды, жағымсыз қалыптасатын реакцияларды көрсететін сөздерді біз экспрессивті, эмоционалды сөздер деп атайды екенбіз. Көзделген оқу мақсатына жету үшін бірқатар тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, автордың көзқарасын анықта, экспрессивті, эмоционалды сөздердің рөлін түсіндір. Бұл тапсырманы балдар еркін әңгіме әдісімен орындайық. Мәтінді тыңдаймыз. Ертегілер әлеміне құштар, ізгілікке сенетін кез келген адам қуыршақ театрының билеттерін алуға асығады. Мұнда адамның жасына қатысты шектеу жоқ. Театрға келуші әр қойылымнан өзі іздеген жан тыныштығын табады, ерекше көңіл күйге бөленеді. Балалар әлемі ең көңілді, ең шынайы әлем. Ал қоғам осындай тазалыққа құштар. Екінші тапсырма: берілген сөздер мен сөз тіркестерінің мәтінін құрап жаз, ойыңды жеткізуде жай сөйлемнің түрін қолдан. Театр, мәдениет ошағы, сахна, қойылым, қазақ актерлері, көрермен ықыласы, талантты актер, опера, комедия, драма, балет, режиссер, актер, музыка. Осы балалар сөздерді пайдалана отырып, жақсы бір мәтін құрап шығасыздар деп ойлаймын. Бәрекелді. Біз бүгін бірқатар жұмыстарды орындадық. Сіздерде қиындық тудырды деп ойламаймын. Дегенмен әр оқушының өзінің түсінік деңгейін, тапсырма орындау барысында кездескен жақсы жетістіктерімен және кемшіліктерімен бөліскенін қалаймын. Сондықтан сіздердің назарларыңызға, балалар, бас бармақ тәсілін ұсынамын. Бүгінгі сабағымызға зейін салып, тыңдағандарыңыз үшін алғысымды айтамын. Үйге тапсырма ретінде 104-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындауды ұсынамын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ықылас қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.